Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге Алтынай Аман. Бүгін 12-сі күні туылған жандар жайлы сөз қозғаймыз. Өзіңіз жайлы неге көбірек ойлауыңыз керек және тағы да басқа сізді мазалаған сұрақтардың жауабын осы эфирді соңына дейін көру арқылы ала аласыздар. Ендеше арнаға тіркеліп кетіңіздер де барлық айтқан мәліметтерді зер салып тыңдаңыздар. Ең бірінші әуелі әрине бала күнгі зақымдардан бастаймыз. Жалпы сіздер суық ақыл, аналитикалық ойды құп көретін отбасына дүниеге келесіздер. Ата-анаңыз ақылымен өзін тапқан, өз орнын тапқан жандар, бірақ қуаныш сезінуге уақыт пен желание таба алмайды. Олар бір-біріне сенбеуі мүмкін. Яғни ата-анаңыз бір-біріне сенбейді. Себебі онша қатты жақын емес. Арада ұқсастық пен бірегей қызығушылық жоқ. Толыққанда айтқанда ата-анаңыз екі түрлі адамдар, бірақ бірге тұруды жалғастыруда. Үнемі арадағы болған жағдайларды талқылайды, сонда да үйлесім таба алмайды. Сонымен осындай отбасында сіз дүниеге келесіз. Өте сезімталсыз, ранимый дейді ғой. Сізге сіздің қызығушылығыңызбен бірдей адамдар табу қиын болады. Себебі өзіңізді бағаламайсыз, күшіңізге сенбейсіз. Бәрі сізді тастап кеткенде күйде жүресіз. Құдды бір өз орныңызда емес сияқты, сондай сезімде боласыз. Сіздің толқыныңыздағы адамды кезіктіру қиын болады, сондықтан махаббатқа өкпелі боласыз. Ендеше сіздің минуста екеніңізді дәлелдейтін белгілерге құлақ түріңіздер. Жүрегіңіз жабық, өзіңізге зацикленный адамсыз. Қалай көрініп тұрғаныңыз маңызды, не істеп жатқаныңыз, алған орныңыз, осылар сізді қатты алаңдатады. Яғни сыртқы нәрселерге көп көңіл бөлесіз, ал ішкі әлеміңізге пысқырып та қарамайсыз. Түріңізбен бәрі жақсы деген түр жасайсыз. Себебі сырттағылар ішкі әлеміңізде не болып жатқанын біліп қоймауы керек деген сондай алаң бар. Уақыт құртып, түсініксіз бірдеңелермен айналысасыз. Бұның барлығы әрине сіздің бала күнгі зақымдарыңыздың салдары ғой. Себебі сізді ешкім қолдаған жоқ, солай ма? Сіздердің бір еңбегіңізді, жасаған дүниеңізді бағалаған жоқ. Содан кейін сіздер бір ұзақ паузада зависать етіп тұрып қаласыздар. Себебі ештеңе түсініксіз болып кеткендей көрінеді. Осы пауза сізге жақсы да жаман да емес, нормальный болып кеткен, яғни қалыпты жағдай. Ал осылай қабылдау себебі сіз минустасыз. Жалпы сөйлесу керек, дос болу керек адамдармен болмайсыз. Ішкі уайымыңызды айту керек адамдарға емес, айтпау керек адамдарға айтасыз. Қымбатты 12-ліктер, дәл осы тұста сіздер абай болыңыздар. Сіздерге дәл осылай жасау өте қауіпті. Себебі егер қасыңыздағы адамдарды дұрыс таңдамаған болсаңыздар, олар сізді физикалық болмаса психологиялық тұрғыда жоқ қылып жіберуі мүмкін. Сізді өте ауыр жағдайларға түсіруі мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар. Енді жалғастырамыз минустағыларды. Өзіңіздің проблемаларыңызды бітпейтін қауіп деп көресіз. Шешімі жоқ деп ойлайсыз. Себебі сіз ішкі күйзеліс пен апатияда боласыз. Не істеу керегін четко білсеңіздер де, қолдау жоқ екенін көріп, жолыңызды өзгертесіз. Яғни тез берілесіз. Сіздерге керісінше не болса да өз мақсатыңыз бен жолыңыздан бас тартпауыңыз керек. Міне енді плюстағы белгілеріңіз көріңіз. Егер сіз плюста болсаңыз, онда біреуге ұнау үшін жасалатын жасандылықтан бас тартасыз. Көздеріңіз ашылады. Өзіңіздің сезіміңізге, яғни интуиция деп айтайықшы, өзіңіздің ішкі дауысыңызға, интуицияңызға сенуді үйренесіздер. Дұрыс адамдармен дос боласыздар, яғни өз адамыңызды табасыз. Ол деген сіздерге өте маңызды, бағана айтып өттім. Жалпы сіздер жайлы көп дүние айта берсең болады. Мен соның барлығын бала күнгі зақымдарыңызды емдеу жолында құрылған жарық деген психологиялық программада айттым. Оны алу үшін почтаға жазыңыздар. Ендеше аман-есен болыңыздар. Видеомен бөлісіп, лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп жіберіңіздер. Келесі эфирде кездескенше.